Кеше интернеттен осындай бір тәттіні көріп қалдым, бірден ғашық болып қалдым. Бүгін осыны дайындауға мен де кірісіп кеттім. Көрінісін қарасаңыздар, тәтті сияқты. Ең алдымен бананды алып, сыртын аршып, турауға кірісіп кеттім. Бұл тәтті бізде диеталық тәтті. Бананды осылай ұсақтап турап аламыз. Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналымның көрермендері. Осы видеоның соңына дейін қараңыздар, сіздерді үйреніп алыңыздар. Бізге енді осындай хлебцы керек болады. Хлебцыйды мен малина немесе клубника қосылғанын аламын. Сіздер де байқап көріңіздер, малина немесе қандай да бір ягода қосылғаны, жемістер қосылған хлебцы өте дәмді болады. Ал енді бізге арахисовый паста керек екен. Мен осындай степ деген түрін пайдаландым. Хлебцыға осындай үстіңгі жағына арахисовый пастаны жағып шығамыз. Дәмі енді керемет болады екен. Хлебцы мен арахисовый пастаның дәмі вафлидің дәміне ұқсайды екен. Мінекей хлебцылардың үстіне осылайша пастаны жағып шықтым. Барлығы дайын. Мен 4 данасын дайындап жатырмын. Ал енді үстіне манағы тураған бананымызды осылайша теріп шығамыз. Бананмен одан да дәмді болады екен. Бұл ең тез дайын болатын және ешқандай выпечкасыз, ешқандай пісірмейтін, жолмен дайындалатын өте дәмді десерт. Ал енді үстін тағы да бір хлебцылармен жабып шығамыз, үстіне қойып. Ал енді шоколадты ерітіп, бізге кез келген шоколад бола береді. Мен бұл жерде Қазақстан шоколадын қолдандым. Шоколадқа кішкене май қосып жіберсеңіздер, ерітуге ыңғайлы болады. Шоколад ерікесін үстіне манағы хлебцыларымызды салып, екі жағын шоколадпен қаптап аламыз. Мә қыздар, дайын болам дегенше өзім де асығып отырмын. Қалай болады екен дәмі деп. Көрінісі енді өте тәтті сияқты. Мінекей осылайша барлығын шоколадқа батырып дайындап алдым. Енді барлығын дайындап алғаннан кейін холодильникке, мұздатқышқа 3-4 сағатқа жібереміз. Осылайша қатып дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай ішім өте дәмді болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма комментарий қалдырып кетіңіздер және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да тәтті заттарды дайындап көреміз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазыла кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Келесіде қандай тәтті жасап көрейін.